Баршаңызға сәлем достар, бүгін сіздермен творожный пирог даярлайтын боламыз. Творожный пирог қарапайым ингредиенттерден тұрады және өте дәмді шығады. Даярлануы өте оңай және көп уақытыңызды алмайды. Кондитерлік дүкен сөрелерінен дәл осы рецептпен даярланған творожный пирогты таба аласыздар. Ал қазір сіздермен осы нәзік творожный пирогты бірге даярлайтын боламыз. Видеоны көрмес бұрын міндетті түрде каналға тіркеліп алыңыз. Сонда сіз ерекше тағамдардың, әртүрлі торттар мен десерттердің мастер-классын жіберіп алмайтын боласыз. Пирог қалдымен песочное тесто даярлаймыз. Ол үшін 100 грамм үй температурасындағы сары май, 50 грамм қант, 1 дана үй температурасындағы жұмыртқа, 200 грамм ұн және 1 шай қасық разрыхлитель қажет. Алдымен үй температурасындағы сары майға қанттың барлығын қосып, оны миксермен араластырамыз. Сары май ағарып біркелкі болуы тиіс. Сары майға үй температурасында 1 дана жұмыртқаны қосып, оны миксермен біркелкі массаға айналғанға дейін араластырамыз. Ұнға 1 шай қасық разрыхлитель қосып, оны венчикпен араластырамыз. Ұнды елеп отырып, дайындап алған массамызға саламыз. Алдымен силиконовый лопатканың көмегімен араластырамыз, содан соң қолымызбен қамыр елейтін боламыз. Оның барлығын елеп отырып салып, қолымызбен қамыр елейміз. Ұнның көлемін 200 граммнан көп қосудың қажеті жоқ. Себебі қамыр тығыз, қатты болып қалуы мүмкін. Бізде осындай өте жұмсақ, қолға аздап жабысатын пластилин секілді өте нәзік қамыр пайда болуы тиіс. 20 сантиметрлі форманың сыртына фольга төсеп, оның ішіне осы тестоны орналастырып, пирогтың астыңғы бөлігін және қабырғасын жасаймыз. Пирогтың астыңғы бөлігін стаканмен немесе кез келген ыңғайлы затпен тегістеп шықсаңыз болады. Творожный пирогтың ішкі бөлігін, яғни салмасын даярлаймыз. Ол үшін 400 грамм творог, 200 грамм сметана, 100 грамм қант, 1 шай қасық ваниль, 2 дана жұмыртқа, 2 ас қасық жүгері крахмалы қажет. Пирог үшін пастообразный немесе түйіршіктелген творогты қолдансаңыз болады. Оған майлылығы жоғары сметананы, қантты, 2 дана жұмыртқаны, 2 ас қасық жүгері крахмалын және 1 шай қасық ваниль қосып, барлығын біркелкі болғанға дейін араластырамыз. Мен блендердің көмегімен араластырдым. Егер блендер болмаған жағдайда вилканың немесе венчиктің көмегімен араластырсаңыздар болады. Дайын болған массаны дайындап алған песочный тестоның ішіне құямыз. Кез келген жидекке 1 ас қасық жүгері крахмалын қосып, жақсылап араластырамыз. Жүгері крахмалы жидектің суының аз бөлуін қамтамасыз етеді. Жидекті пирогтың ішіне орналастырып шығамыз. Пирогты 180 градуста қызып тұрған пеште 55 минут көлемінде пісіреміз. Пирог пісіп болғаннан соң оны формадан бірден шешпейміз, оны бөлме температурасында толық суытамыз. Суыған пирогты 2 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Пирогтың бетіне сахарная пудра сеуіп, оны формадан шешеміз. Пирогты формадан шешкен уақытта оның айналасын барлығын жұқа пышақпен формадан босатып шығамыз. Содан соң формадан ақырын шешеміз. Осымен біздің өте дәмді, өте ерекше және өте әдемі көрінетін творожный пирогымыз дайын. Сіздер де осы рецепті пайдаланып, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал мен сіздермен тек қана ерекше тағамдардың, әртүрлі торттар мен десерттердің мастер-классымен бөлісемін. Сондықтан міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, жаңа рецепті жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыз. Менімен бірге болып, менің каналымның дамуына үлесіңізді қосып жатқаныңыз үшін сізге алғыс айтқым келеді.